Жексенбі күні Сиэтлдегі Space Needle мұнарасының маңында өткен танымал ас фестивалінде белгісіз біреулер оқ атып, салдарынан 2 адам көз жұмды, тағы 5-еуі жарақат алды. Атыс Bite of Seattle фестивалі қызып тұрған кезде кешкі сағат 6 шамасында басталды. Бұл ауқымды шарада жүздеген тағам және сауда орындары жұмыс істеп, өнерпаздар шығармашылығын көрсетеді. Жалпы бұл фестивальға 3 күн ішінде 350 мыңға жуық адам жиналады. I'm one of the vendors inside, and we suddenly heard some firecrackers, what I thought were firecrackers, and people started yelling, shooter, shooter, and there was like a stampede of people just running. I was about to grab me a boba from the boba stand. I heard about, I'd say, close to 12. Sounded a little bit like firecrackers at first. It kept, took like, I'd say, a half a second pause, and I heard a lot more. I realized it was semi-automatic, probably it sounded like a switch. Оқиға орнында 2 адам көз жұмып, 5 адам ауруханаға жеткізілді. Олардың арасында кішкентай бала, 23 жастағы жігіт және 3 әйел бар. Зардап шеккендердің бірінің жағдайы өте ауыр. Жергілікті билік өкілдері, полиция қызметкерлері бір адамды ұстағанын мәлімдегенімен, басқа мәліметтерді әзірге жариялаған жоқ.